Бауырсақ ертегісі. Баяғыда шал мен кемпір болыпты. Бір күні шалы бауырсақ жегісі келіп, кемпіріне келіп, «Кемпір-ау, маған бір бауырсақ пісіріп берші» депті. Сонда кемпір: «Неден пісіремін? Үйде ұн жоқ қой» депті. Сонда шалы: «Қырманың түбін қырнап, бір бауырсаққа жететін ұн іздеп көрші» депті. Кемпірі қырманың түбін қырнап, 2 уыс ұн табады да, оны қаймаққа илеп, бауырсақ пісіреді. Кемпірі бауырсақ суысын деп терезенің алдына қойып қояды. Бауырсақ терезенің алдында тұрып, жан-жаққа қарап тұрады. Бір кезде ол ойланып, дөңгеленіп, қашуға бел буады. Үйден қашып кетеді. Дөңгеленіп келе жатырса, алдынан бір қоян шығады. «Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін» дейді қоян. Сонда бауырсақ: «Қоян, қоян, мені жемеші, мен саған бір өлең айтып беремін» дейді. «Мен бауырсақ, бауырсақ, қаймақпенен иленген, атайдан да құтылдым, әжейден де құтылдым. Қоян, сенен құтылу қиын емес болмаған» деп өлеңін айтып, қояннан қашып кетеді. Сөйтіп ол ары қарай домалай жөнеледі. Бауырсақ домалап келе жатса, алдынан қасқыр шығады. «Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін» дейді. Сонда бауырсақ: «Қасқыр, қасқыр, сен мені жемеші, мен саған бір өлең айтып беремін» дейді. «Мен бауырсақ, бауырсақ, атайдан да құтылдым, әжейден де құтылдым, қояннан да құтылдым. Қасқыр, сенен құтылу қиын емес болмаған» деп қасқыр тыңдап тұрғанда өлеңін айтып, тағы да домалап қаша жөнеледі. Қашып келе жатқанда алдынан аю шығады. «Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін» дейді. Сонда бауырсақ: «Аю, аю, мені жемеші, мен саған бір өлең айтып беремін» дейді. Сөйтіп өлеңін айта жөнеледі. «Мен бауырсақ, бауырсақ, атайдан да құтылдым, әжейден де құтылдым, қояннан да құтылдым, қасқырдан да құтылдым, енді сенен құтылам» деп аю тыңдап тұрғанда ол дөңгеленіп тағы қаша жөнеледі. Бір кезде алдынан түлкі шығады. Түлкі айтады: «Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін» дейді. Сонда бауырсақ: «Түлкі, түлкі, мені жемеші, мен саған бір өлең айтып беремін» дейді. «Ал айт» дейді. «Мен бауырсақ, бауырсақ, атайдан да құтылдым, әжейден де құтылдым, қояннан да құтылдым, қасқырдан да құтылдым, аюдан да құтылдым. Түлкі, сенен құтылу қиын емес болмаған» дейді. Сол кезде түлкі қолыққа басып: «Бауырсақ, бауырсақ, менің құлағым естімейтін еді, менің тұмсығыма кеп айтшы» дейді. Мақтағанға алданып бауырсақ түлкінің тұмсығына барып айтады. Сөйтіп өлеңін енді айта бастаған кезде түлкі оны ап деп жеп қояды.